Kaspi KZ мобилді қосымшасында қызметкерге Kaspi Pay шотынан ақы төлеуге қалай рұқсат береді? Жеке кәсіпкерлер қызметкерлерге Kaspi Pay шотынан, жеткізушілерде жүк құжат бойынша тауарлардың ақысын және QR код бойынша сатып алу ақысын төлеуге рұқсат ете алады. Бұл уақытты үнемдеуге көмектеседі. Сізге енді жеткізушілермен өз бетіңізше есеп айырысудың немесе ол үшін өз қызметкерлеріңізге ақша аударудың қажеті жоқ. Ақы төлеуді бақылауға көмектеседі. Өйткені бүкіл ақпарат шот бойынша үзіндіде онлайн қолжетімді. Kaspi Pay мобилді қосымшасында жеке банк сервисіне өтіңіз. Kaspi Pay шотын ашыңызда төлеуге рұқсат ету деп таңдаңыз. Шарттармен танысып, қызметкерлерге төлеуге рұқсат ету деп басыңыз. Тізімнен жұмыскерді таңдаңыз, немесе жаңа жұмыскерді қосыңыз. Ол Kaspi KZ мобилді қосымшасына тіркелген болуы тиіс. Содан кейін лимитті белгілеңіз. Бұл жұмыскер бір күннің ішінде жұмсай алатын сома. Және қызметкердің ненің ақысын төлейтінін таңдаңыз. Kaspi QR бойынша сатып алу немесе жеткізушілердің жүк құжаттары. Екеуін де белгілеуге болады. Дайын. Енді қызметкерге Kaspi Pay шотынан төлеу қолжетімді. Kaspi KZ мобилді қосымшасында жұмыскерге төлеуге лимит берілгені туралы хабарлама келеді. Ол әр сатып алған сайын сізге Kaspi Pay мобилді қосымшасына хабарлама келеді. Онда чекке сілтеме, қызметкер, оның лимиті және шоттағы қаражат қалдығы туралы ақпарат болады. Осылайша жеңіл әрі оңай жұмыскерге Kaspi Pay шотынан ақы төлеуге рұқсат ете аласыз.